Армысыздар. Лев Николаевич Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасынан бастау алған ақын, педагог, әдеби зерттеуші, түркітанушы ғалым, ағартушы публицист, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған ұлт ұстазы Ахмет атты республикалық челленджді жалғайды. Біз сіздердің назарларыңызға белгілі қостанайлық ақын Нұрғанат Құлабаевтың «Ахаңның соңғы сөзі» атты өлеңін ұсынамыз. Ахаңның соңғы сөзі. Алашым үшін алла жар, ажалға тіктім басымды. Жарыққа сілтер жанға зар, адасып келген ғасырды. Тамыры тексіз тапшыл күн, аманат саған тапсырдым. Алашым үшін тәңірім, тәуекел талақ тағдырым, бүгінге құнсыз қадірім, болашақ үшін бар құным. Мендегі осы қанағат, келер күн саған аманат. Алашым үшін жарық күн, жанарға симай барасың, қамсыздау қыңыр қалықтың, сәулеге малдым санасын, жанымды жала жаралап, заманат жатыр қаралап, ақиқат саған аманат. Алашым үшін сарарқау, сені де қиып барамын, жүрегім жалын жанартау, сеп болар мекен самалың. Алланы жаным табарақ, топырағыңа тәнім аманат. Алашым үшін қауыз күн, айналдың неге азапқа, қанаттан сусын тамыздым, қаталап жатқан қазаққа, кәсібі кеткен халыққа, нәсібі көктен жауып па. Алашым үшін тағалам, ажалға тіктім басымды. Жаралы жаным жаға қан, маңдайға тиген тасыңды қалдырдым саған аманат. Адасқан асыл жамағат, алашым үшін аманат. Ұлт көсеміне арналған осындай тамаша челленджді ұйымдастырушыларға алғысымызды білдіре отырып, әрі қарай челленджді жалғастыру үшін Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына жолдаймыз.